Сәлем достар, кезек сабақ жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта да RGB, бірақ кез келген түсті қалай көруге болатынын сол жайында айтатын боламыз. Бірақ плавно тоқта алып, плавно светодиод жағу үшін міндетті түрде біздің үшеуі де шим портқа жалғануы керек. Демек, жасыл менде 6-ға, көк менде 5-ге, қызыл менде 3-ке кетеді. Ешқандай қиындығы жоқ, өзіміз білеміз. Кодты ашамыз. Қызыл менде 3-ке, көк менде 5-ке, жасыл менде 6-ға. Дәл осылай кез келген шим порттарға орын ауыстырып жалғай берсе болады. Контролды басып жақындатамыз. Output қала береді. Бізде негізгі мақсат кез келген түстерді көру. Ол үшін Google-ға кіреміз. Google в помощь всегда. Жазамыз выбор цвета, цветов. Цвета. Онлайн, міне қараңыздар. Енді қызылдан бастап кез келген түс бар. Осы түстің кез келген бөлігін таңдай аламыз. Мына таңдаған түсі мінекі сол жақта тұр. Бірақ RGB-да менде 188, 28, 168 деген сандары бар. Өткен сабақта айтқанымыздай, шим порттарды өткен кезде айтқан болыз, максимум бізде 255-ке тең дедік. Мінеке мені, максимум бізде 255-ке тең. Минимум әрине ол 0-ге тең. Яғни осы сандардың орындарын ауыстыру арқылы RGB светодиодын пайдалану арқылы кез келген түсті алуға болады. Ол үшін қалаған бір түсті таңдаймыз. Допустим, қоңырға жақын бір түсті алайық. Сарыға жақын мысалы. R, яғни қызыл 232-ке тең, green 204-ке, blue 21-ге тең. Осы кодты жазып шығамыз. Ол үшін біз аналог write кодын жазамыз. Аналог әлі де write, себебі біз output'ын жұмыс жасап жатырмыз. Қызыл өтір. Қызыл бізде 232-ге тең. 232. Өтір нүкте. Үшеуі бірігіп, бір түсті шығарады. Аналог write. Одан кейін менде жасыл 204-ке тең. Жасыл 204-ке тең. 204. Одан кейін көк. Көк менде 21-ге тең. Егер осы түс дұрыс болатын болса, менде экранда сарыға жақын түс пайда болу керек. Начать моделирование. Вуаля. Мінеки мына түс, мұнда да осы түс. Яғни, кез келген санды жазу арқылы дәл осылай кез келген түсті алуға болады. Жалпы RGB қанша түс бере алады? 256 көбейтілген 256 көбейтілген 256. Мінеки 16.777.216 түсті мына тұрған датчик бере алады. Дәл осылай қазір біз 3 түсті анықтайық, сонымен сабақты аяқтасақ болады. Delay. Delay 500. Сөйтемізді. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Демек, мұна үшеуінің мәндерін өзгертіп, қалаған түсті алуға болады. Дәл осы түсті аласылайық. 74, 21. Так. 74, 21, 232. Қай сан көп болатын болса, түс сол санға жақын болады. Байқаған шарттар, қазір көк мәні көп, сол үшін түс көкке жақын болады. Келесі, қызылға жақындағы бір мән алайық. Мен 232. Так, 21-де 176. 21-де 176. Енді байқаймыз, біз қалаған 3 түс шығуы керек. Так, сары, все. Қалаған 3 түсімізді
алдық десек те болады. Осымен сабақты аяқтауға болады. Сабақ соңында біз сіздерге бір кішкентай бір ночник, түнде қолданатын бір ночник бере салайық. Оның программасы шамамен былай болады. Бізде рандом деген сан бар, случайный образ бар. Соны рандом деп аламыз да, оған былай деп жазамыз. Минимум мәні 0, максимум мәні 255. Мынағанда жазамыз рандом. Ранд деп өзгеруі мүмкін, қазір компиляцияға жіберген кезде тексереміз. 0-де 255 рандом 0-де 255. Начать моделирование. Енді қараңыздар. Жарты секунд сайын кез келген түс шығуы мүмкін. Ол қандай түс шығатынын мен де айта алмаймын, оны сіздер де айта алмайсыздар. Егер осы деталь қолымызда болғанда үйге қойып, түнде қойып қоятын болсақ, жаңағы біз айтқан 16 миллион түстің бірі әрбір жарты секунд сайын ауысып тұрады. Приятно, я? Бұлай өзгертсек те болады. Дилейдің өзіне де осы рандом санын берейік. Бірақ бізге бұлай дейік. 500 бен 2000-ның арасында жарты секунд пен 2 секундтың арасындағы сандар да орын ауысады. Кейбір жарық 2 секунд тұруы мүмкін, кейбір жарық жарты секунд тұруы мүмкін, кейбір жарық 1,5 секунд тұруы мүмкін. Сол секундтан кейін басқа түс шығады. Әрине өте керемет проект болатын еді, егер осыны практикалық тұрғыда көзбен көргенде. Осымен бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Видеода түсінбеген сұрақтар болса комментарийге қалдырыңыздар, біліп жатсақ жауап береміз.